Мынадай қызарып піскен тауықты үйде дайындау үшін көп нәрсе қажет емес. Бүгін мен тауықты пеште қалай дәмді әрі әдемі етіп пісіретінімді көрсетемін. Соңында нәтижесін бірге көреміз. Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен пеште тауық етін дайындаймыз. Тауықты жақсылап демдеп пешке пісіруге қоямыз. Сырты әдемі қызарып, іші жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Ендеше бірге дайындайық. Бүгін мен осындай тауық етін пайдаланып жатырмын. Халал. Алдымен тауық етін бірнеше бөлікке бөліп алдым. Сосын барып, оларды жақсылап тұрып жуып және кептіріп аламын. Алдымен бірінші тұзымды салып алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз саласыздар. Сосын барып, для гриля деген үйде специи бар екен, приправа, соны салып жібердім. Сосын барып, сұйық май құйдым. Бұл сұйық майды пеште жабысып қалмас үшін және де тауықтарыңыз сочный болып пісу үшін құямыз. Сосын барып соя құйдым. Сояның неше түрлісі бар, су сияқтысы да бар. Мен жақсысын таңдап алғамын. Қою, қаралау деген. Сосын барып паприка салып жібердім. Паприка жақсылап тұрып қызартады тауықты. Сосын барып бір қасықтай ма, жарты чайный ложка томат пастасын салдым. Сосын айран бар еді үйде, 2 қасық айран салып жібердім. Майонездің орнына. Майонез де қосуға болады. Және де 1 тіс сарымсақ салып жібердім. Оны үткіштен өткізіп алдым. Енді дәмдеуіштерді тауықтың барлық жеріне жақсылап жағу керек. Сонда әр бөлігі 1 келкі дәмді болады. Барлығын араластырып аламын. Меніңше дәмді тауықтың ең маңызды жері дәмдеуішті дұрыс сіңіру. Сондықтан асықпай еттің барлық жеріне жақсылап тұрып жағып аламыз. Егер уақытыңыз болса, осылай демделген тауықты біраз уақыт қойып қойсаңыз, дәмі жақсырақ сіңеді. Ал уақытыңыз аз болса, бірден пешке де қоюға болады. Енді тауықтарды пісіретін қалыпқа орналастырамын. Қалыпқа аздап май жағуға болады. Тауықтарды бір-бірінің үстіне қоймай, осылай орналастырған дұрыс. Сонда жақсырақ қызарады. Пісіру уақыты тауықтың көлеміне және пешке байланысты болады. Сондықтан дайын болғанын міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Міне біздің тауық та дайын болды. Мына түсіне қараңыздаршы, өте әдемі қызарып пісті. Сырты қызарып, дәмдеуіштердің хош иісі керемет болып тұр. Міне достар, пеште дайындалған дәмді тауық еті дайын. Дайындауы өте оңай, ал дастарханға өте әдемі көрінеді. Егер сіздер де осылай дайындап көрсеңіздер, пікірге жазыңыздар. Ал келесі видеода қандай тағам дайындағанымды қалайсыздар? Пікірге жаза кетіңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Келесі дәмді рецептерде кездескенше.